Кешкіге қандай тағам жасасам болады деп ойланып отырсаңыз, дәл осы ерекше тойымды тағам түрін жасап көріңіз. Алдымен қызып тұрған майымызға туралған етімізді салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Оның үстіне пияз салып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте болгар бұрышымызды, қызанағымызды саламыз, дәмдеуіштерін саламыз. Мына жерде менде Чонгустамның арнайы етке арналған дәмдеуіші. Чонгустамның дәмдеуіштері халал сертификатталған. Жоғарыда көрсетілген номерге хабарласып, тапсырыс берсеңіздер болады. Жақсылап араластырып 15 минут көлемінде қуырамыз. Одан кейін аз ғана су құйып, газдың баяу отында етіміз піскенге дейін бұқтырып қоямыз. Етіміз піскеннен соң картошкамызды саламыз. Тұзы аз болса, тұз салып жіберсеңіздер болады. Одан кейін қақпағын жауып 20 минутқа бұқтырамыз. Келесі кезекте бізде ашыған қамыр қажет болады. Онға тұз, дрож салып, жылы сумен қамыр илейміз. Ашыған қамырды теңге 2 бөлікке бөліп, ортасына сұйық май жағамыз, және де екінші бөлік қамырымызды үстіне жайғастырып, кәдімгі самсаның қамырын ораған секілді нығыздап орап, видеодағыдай кесіп шығамыз. Мантық азанның листіне астын міндетті түрде сұйық май жағып жайғастырамыз. Бетіне де сұйық май жағуды ұмытпаңыздар. Қайнап тұрған суда 30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Осымен біздің ерекше тойымды тағамымыз дайын болады, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын.